Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай күнделікті өзім тапсырысқа дайындап жүрген сникерс пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, майымызды және какаоны қопсытқышта салып, осылай миксердің көмегімен крошка етіп араластырып аламыз. Егер сізде миксер болмаса, онда қолыңызбен араластырып жасасаңыз болады. Майды күштен өткізіп аласыздар. Және бөлек ыдысқа қант пен жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Содан кейін барып қамырымызды илейтін боламыз. Міне ұнымыз осылай крошка қалыпқа енді. Енді үстінен жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетикке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды аламыз, керек формаға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см және де описание бөліміне қалдырған мөлшерден осы формаға лайықты көлемді қалдырамын. Егер үлкен формаға істейтін болсаңыз, пропорция арқылы мөлшерді көбейтесіздер. Осылай жан-жағына барлық жерге қамырды бір тегіс етіп қолмен жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін міндетті түрде шанышқының көмегімен тесіктерді жасап аламыз. Енді пирогымыздың салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін барынша жоғары процентті варенканы қолданыңыздар. Сол кезде сіздің пирогыңыздың салмасы ағып кетпейтін болады. Жаңғақпен араластырып салсаңыз да болады. Мен бірақ бірінші осылай варенканың өзін салып алып, үстінен жаңғақтарды салатын боламын. Барлығын видеода көрсетілгендей жасап шықсаңыздар, сіздерде де осындай дәмді пирог пісіп шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта оңай, қолжетімді жаңа видео рецепттер шығатын болады. Сіздермен бірге болған әдемі, менің жаңа видео рецептерінде кездескенше сау болыңыздар. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Әрдайым жақсы күндерде жолығайық.